Құрметті Айдарбек мырза, мен сізді әлі де дебатқа шақырамын. Жалпы достар, кеше маған Айдарбек Қожаназаров төрағалық ететін партияның позициясы, мақсаты түсіндірілді. Әрине бір адамның сөзіне бола бүкіл бір партияның бағдарламасын былайша айтқанда бұрмалауға болмайды, ол түсінікті. Дегенмен мен ол кісінің өзін тікелей дебатқа шақырғанмын. Ол оны көріп отыр, біліп отыр, әлі де шақырамын. Өйткені әрбір құрылтайға үміткер азамат өз сөзіне толық жауап бере алатын және өз позициясын толық қорғай алатын адам болу керек. Білмеймін, енді бір хайп үшін айтылды ма, или бір неудачный пример болды ма? Біздің мынау мәдени, тарихи Абай атамыздың қалдырған мұрасын алды да оның әкесінің байлығымен, мал мүлкімен тікелей байланыстырып тастай салды. Егер оған сіз толық сенетін болсаңыз, онда мен сізден сұрайын, Абай атамыз дәл қазіргі таңда, бүгінгі таңда тірі болғанда сіз осы ойды айта алар едіңіз ба? Егер иә десеңіз, онда Абай атамыз сізді тыныш қоймас еді, мен ойымша. Егер жоқ десеңіз, демек сіздікі әшейін популизм немесе хайп деп есептеуге тура келеді. Сонымен қатар Айдарбектің өзін Айдарбек қылған кімнің мал мүлкі деген сұрақ туындайды ғой енді. Бүкіл халыққа шулап жатыр ғой. Осылай кете беретін болсақ,